Сәлем достар. Кім судья Изада деген дораманы көрді? Жақында шыққан дорама. Корейский, нағыз біздің Қазақстанға керек судья екен. Дорамада тозақтан келген судья жестокий убийцаларды сотталған кезде жеңіл жазамен шығып кетеді, свободада қалып қояды. Вот сондайларды жестоко убивать етеді, өлтіреді. Және тозақтан келген судья прям өздері қалай жертвасын өлтірді, тура солай өздерін көз алдына елестетіп өлтіреді. Енді бұл дорамада түсінгенім, осы өмірде жазаңды алмаса, өлгеннен кейінгі жоғарыдағы жазаң еще хуже болады деген сияқты көрсеткен енді дорамада. Енді прям реальный өмірдегі андай несправедливості көрсеткен ғой, андай небір андай абьюзер, жестокий убийцалар болады ғой, вот сондайлар жеңіл жазамен условно сотталып кеткендерді сондайларды көрсетеді, и соларды қалай өлтірген бәрі көрінеді ғой, көрсетіледі ғой, короче. Көрсеңіздер болады. Жалғыз біздің Қазақстанға емес, негізі көп елдерге қажет судья екен негізі. Мына өмірде бәрін сатып алсаң да, жоғарғы өмірде еш нәрсе сатып ала алмайсың. Жазаңды рано или поздно аласың, либо осы өмірде, либо өлгеннен кейін. Осы өмірде алған жазаң өлгеннен кейінгідегі жазаңнан қайда жеңіл. Сондықтан әрбір адам өзінің істеген ісіне жауап беру керек. Жизнь бумеранг. Рано или поздно істеген ісің бәрі алдыңа келеді. Сондықтан стараться ету керек, жақсы адам болып жүруге.